Құдайдан қорықпайтын адам бет алдына не келсе, соны жасай береді, ойланбастан. Құдайдан шынайы қорыққан адам, бұның менің ақиретім үшін, дүнием үшін пайдасы бар ма, жоқ па? Құдай тағалам нені бұйырып тұр? Демек, бұйырғанның ар жағында нені талап еткісі кеп тұр? Құдайдан шынайы қорыққан адам тура жолда болады. Тура жолда жүрген адам турашылдығын айтады. Тура жолда жүрген адам Құдайдан шынайы қорқу арқылы біреудің ала жібін аттамайды. Біреудің ақысын жемейді. Құдайдың хаққысын орындай отыра, құл ақысына кіруден қорқады. Ол дүниесі үшін де, ақирет үшін де ойлана бастайды. Сол үшін Құдайдан қорықпағаннан қорық деп бізде қазақ ата-бабамыз бекерден бекер айтпаса керек. Шын мәнінде Алланың құзырында, Алланың жанында ең ардақтыларың маған ол тақуаларың деп айтқан екен, иншалла. Абу Хурайрадан радиаллаху анху, Алла о кісіден разы болсын, бір сахаби келіп сұрайды, тақуалық не дейді? Сонда сахаба, Алла о кісіден разы болсын, тақуалық дегеніміз мынау тікеннің арасында сен қандай қадамға барасың дейді. Мысалы, алдыңызда бір тікенектер тұр, шөп өсіп, ал оның адамға зияны бар. Сонда жаңаға сахабаға анау сахаба жауап береді. Мен тікеннің арасына кірген кезде байыптылықпен, жылдам жүріп, немесе байыптылықпен жай жүріп, сол тікенді баспай өтуге тырысамын дейді. Өтемін сона дейді. Ал ол аяққа кіретін болса, ол бәрі белгілі. Сондықтан да Абу Хурайра дәл сол сияқты мынау тақуалық деген сөз алдыңда өмірде қандай қиыншылықтар, қандай нәрсеге тап болғаныңда дейді, сол нәрселерден байыптылықпен жай өтіп, сол нәрсеге ұрынбай өтіп кетуің дәл сол секілді тікенекті баспай өткенің дейді насихатын айтқан екен, иншалла. Ғалымдарымыз адамның өмірі 4 жағдайдан арасында болады дейді. Демек, адамның өмірі жалпылама өмірлі 4 жағдайда болады дейді. Ол біріншісі, не ол тағат ғибадатта болады. Бұл істе табанды болу керек. Екіншісі, не ол күнә жасауда болады. Бұл кезде истиғфар айтады, тәубе ету керек. Үшіншісі, не ол нығметінің ішінде болады. Бұл жағдайда ол шүкіршілік ету тиіс. Төртіншісі, не ол қиыншылыққа тап болады. Бұндайда сабыр ету тиіс деген екен, иншалла.